Сәлеметсіздер ме, құрметті пайдаланушылар? Бұл бейнеде платформамызда топтармен қалай жұмыс жасау керектігін қарастырамыз. Назар аударыңыз. Топтарды тек әкімшілер мен сынып жетекшілері ғана басқара алады. Сол жақ мәзірге өтіп, мектепті басқару, одан кейін оқушылар мен сыныптар бөлімін таңдаңыз. Сүзгіден қажетті параллельді таңдаңыз. Қажетті сыныпты тауып, толығырақ батырмасын басыңыз. Одан кейін топтар батырмасын басыңыз. Топты қосу батырмасын басыңыз. Топтардың бөлінуін таңдаңыз. Алфавит бойынша, ерікті немесе жынысы бойынша. Топтар санын көрсетіп, келесі батырмасын басыңыз. Оқушыларды топтар бойынша бөліңіз. Оларды тінтуірмен апаруға немесе бірден бірнешеуін белгілеуге болады. Топтарға атау беріп, қосу батырмасын басыңыз. Топтар сәтті құрылды. Жаңа оқушы бастапқыда топсыз / топ жоқ бағанына түседі. Оны міндетті түрде бір топқа қосу керек. Ол үшін қажетті топты таңдап, өңдеу батырмасын басыңыз. Оқушыны қажетті топқа апарыңыз. Көшіру күнін көрсетіңіз және өзгерістерді сақтаңыз. Топты жасыру үшін оған мензерді апарып, топты жасыру батырмасын басыңыз. Әрекетті растаңыз. Топ белсенді емес топтар бөліміне көшіріледі. Топты қалпына келтіру үшін белсенді емес топтар бөліміне өтіп, қажетті топты таңдап, топты қалпына келтіру батырмасын басыңыз және растаңыз. Кестеде тек белсенді топтар ғана көрсетіледі. Жасырылғандар таңдау үшін қолжетімді болмайды. Оқушыларды бөлуден бөлек, бөлімде қай пәндер топтарға бөлінетінін де көрсетуге болады. Ол үшін топтар бойынша бөлу бетінде пәндерді топтар бойынша бөлу қойындысына өтіңіз. Мұнда сыныптың барлық пәндерінің тізімі көрсетіледі. Қажетті пәннің тұсындағы топтар бойынша бөлу бағанында белгіні қойыңыз. Кейі өшірулі дегеннен қосулы дегенге өзгереді. Содан кейін сол пәннің тұсындағы түзету батырмасын басыңыз. Ашылған пән бойынша топтар терезесінде ашылмалы тізімдерден топтарды таңдаңыз. Қажет болса, топты пәнге қосу батырмасын басып, тағы бір топ қосуға болады. Таңдап болған соң, сақтау батырмасын басыңыз. Назар аударыңыз. Топтарға бөлу, қосылған пәндер үшін кесте құрылғанда, сабақтар бір уақыт слотында топтар санына сәйкес жасалады. Егер пән бойынша топтарға бөлу өшірілген болса, кестеде сабақ қосу кезінде топ өрісі қолжетімді болмайды. Және сабақ бүкіл сынып үшін жасалады. Енді сіз платформада топтармен қалай жұмыс жасау керектігін білесіз. Егер сұрақтар туындаса, әрқашан қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Назар аударғандарыңызға рахмет. Келесі бейнелерде кездескенше.